Сәлем достар, бүгінгі тақырып дренажды массаж. Дренажды массаж деген не? Бұл неге көмегі бар? Бұл келіп тұрған қақырықты шығаруға өте көп көмегі бар. Және де қақырықты жібітуге. Яғни бұл қыс мезгілінде өте көп балаларға көмегі тиеді дренажды массаж. Ең эффективті массаждың бір түрі дегенім ғой. Жалпы бұны жасамас бұрын дұрыс жатқызып алуымыз керек. Осындай валик сияқты үй жағдайында матаға жатқызсаңыз болады. Міне баланы дұрыс жатқызып алуыңыз керек бірінші жасамас бұрын. Көрдіңіз ғой? Құр жерге емес, осындай затқа жатқызуымыз керек. Ыңғайлы болып. Және де жасамас бұрын сіздерге түсіндіріп өтейін. Қабырғадан төмен кетпейсіз. Қабырғадан төмен жасамайсыз. Міне қабырғаның бойымен осы желкенің бойымен осы жерлерді жасайсыз. Сипалаудан, уқалаудан және вибрациядан тұрады дренажды массаж. Және де бірінші май жағамыз, арқасына әптен май жағып аламыз. Сосын әптен уқалаймыз. Уқалайсыз әптен. Бірінші уқалап жібітіп алуыңыз керек қосыз. Әптен жібітуіміз керек. Уқалаймыз бірінші. Массаж жасалынады да бірінші. Мына жаққа уже өтпейсіз, қабырғадан төмен, почка жаққа өтпейсіз. Естеріңізде болсын. Уқалайсыз. Мына жерлері қызарғанша уқалауыңыз керек. Уже қызарғанша уқалайсыз. Есіңізде сақтаңыз. Қызарғанша дегенде қатты қызарып, тері салынып кеткенше уқаламайсыз. Өзі кішкене қызарған білінеді ғой сыртқа. Сол қызарғанша уқалайсыз да. Жақсылап уқалайсыз, асықпай. Баланы ыңғайлы жатқызып аласыз. Тура осылай. Әптен уқалайсыз осылай міне, жақсылап. Айттым ғой, сипалаудан, уқалаудан, вибрациядан жүреді деп. Бірінші сипалап қыздырып аласыз, сосын екінші уқалау жүреді. Уқалау процесі жүреді. Уқалау процесі жүргеннен кейін вибрация жүреді, міне. Вибрация жүреді. Естеріңізде сақтаңыз. Бірінші сипалау, уқалау, вибрация. Бұл дренажды массажды 10-12 минуттан артық уқаламайсыз. Естеріңізде сақтаңыз, дренажды массажды 10-12 минуттан артық уқаламайсыз. Әптен уқалап, жаңа айтқандай қызарғанша уқалайсыз. Сосын баланы арқасынан жатқызамыз. Уже мынаны алып тастайсыз. Мынаны былай қойып қоясыз да, арқасынан жатқызасыз. Арқасы кетті ғой, уқалап болдыңыз ғой. Уже мына алдыңғы жағын уқалайсыз міне. Тоже міне. Ішке қарай кетіп қалмайсыз. Осы бөлікті. Жаңа айтқанымдай бірінші сипалау. Сипалау жүреді, жақсылап. Уқалау жүреді сосын. Уқалау процесі кетіп жатыр міне. Ешқандай қиын емес. Оп-оңай. Ең бастысы сізде желание болу керек. Қорықпауыңыз керек, өзіңізге уверен болуыңыз керек. Сонда ғана қақырықты шығарасыз. Міне. Қатты басып, қатты езіп жібермеңіз, әсер жүректің тұсын байқаңыз. Уқалау процесі жүріп жатыр, қазір вибрация процесін жүргіземіз. Уқалау процесі жүргеннен кейін, міне вибрация. Міне. Жүректің тұсын абайлайсыз. Жүрек тұсын жай ғана. Нақтат міне. Вибрация кетіп жатыр. Уже мына баланың қақырығы жібіп жатыр. И мына саусақпен легкий. Жүректің тұсын ұрмайсыз уже. Жүректің тұсын ұрмайсыз бұл. Жаңа тура арқасына да көрсетіп кете салайын. Арқасына да тоже битіп. Арқасына да, уже арқасына жүректің тұсына емес, полный ұра бересіз. Тек мына бел жаққа қарай кетіп қалмайсыз да. Міне, көрдіңіз бе? Мына жақпен қатты емес, міне, мына екі саусақ қой. Легкий. Тук-тук-тук-тук деген дауыс шығады өзі, әдемі дауыс шығады.
бұл балаға ауырсыну болмайды. Көрдіңіз ғой? Жалпы осындайға жатқызып қойып деп айтатқаным ғой. Міне. Балаға ауырсыну болмайды. Жалпы жаңа уқалау, сипалау, вибрация жүріп болғаннан кейін да. Жаңа айттым ғой, міне жатқызамыз дедім. Сипалау, уқалау процесі, жаңа вибрация бәрі жүреді міндетті түрде. Содан кейін болдыңыз ғой, арқасын алдын болдыңыз. Сосын баланы жаңғыратамыз, міне. Баланы жан. Қаптал. Міне, уже қолды былай жасайсыз. Мына жерде бүйтіп ашық болмау керек. Міне. Қараңыз. Қолтық асты. Қабырға аралық. Міне. Екінші жағын тук деген әдемі дауыс шығады. Ол жаңа қақырықтардың түсуіне көп көмегі бар да. Қыдығы кеп жатыр. Көкламның. Так, сосын полный екі жағын жаңағындай ұрып боласыз ғой. Ұрып болғаннан кейін баланы міне тура осылай аламыз. Баланы осылай міне қолды көріңіз қалай кетті. Осылай ұстайсыз міне. Бала демалады уже. Бала демалу керек. Кәдімгідей демінсіз сезесіз. Бала демалады. Шаршады ғой әбден сіз. Жаңағыдай дренаж жасағаннан кейін шаршайды ғой бала. Кішкене демалдырасыз баланы. Бір 30-40 секундтай демалып тұрады. Сіз сезуіңіз керек уже демалғанын. Үндемей тұрасыз. Міне. Уже бала демалды. Демалғаннан кейін міне бітесіз. Демалғаннан кейін ұстаймыз. Міне. Қақырықта жібіп жатыр уже, түсейіндеп жатыр қақырық балада уже. Көрдіңіз ғой да? Тағы айтылайым. Қараңыз. Қолды тізеден ұстайсыз. Мына бел жаққа кетпейсіз, почка жаққа кетпейсіз. Қабырға тұсынан, міне. Өкпенің тұсынан. Сосын, уже балада мына жерде келіп тұр ғой. Балада келіп тұр. Қақырық. Көтереміз. Қолыңызбен тура төменнен жоғары қарай. Көтердіңіз ғой. Аптекада одноразовый шпатель деген болады. Соны дайындап аласыз. Егерде келіп тұрған жағдайда баладан бүйтіп көтеріп жібересіз да қолыңызбен бір 2-3 мәрте. И баланың аузын кішкене ашып, шпательмен жаңа одноразовый түртіп жібересіз. Басып кішкене. Балада уже лоқсиды, қақырық автоматически атып шығады ғой. Міне қараңыз кереметті. Анан бүйтіп до конца салып жібермеңіз аузына. Кішкене ғана да бүйтіп аузын ашып. Лоқсу керек бала, лоқсу керек. Немесе қолыңызбен, кәдімгі қолыңыз жуасыз ғой. Бүйтіп өзіңіздің балаңыз жасайтын болсаңыз, енді жуып жіберіп, қызыл май жағып па немесе басып жіберіңіз кішкене. Бала лоқсу керек. Қақырық әдемі шығады құсықпен бірге. Солай достар, еш қиыны жоқ. Достар, үй жағдайында, мысалы мен өзім қолданып жүрген процесс қазіргі дренажды массаж. Тоже общий массаж жасалады. Уқалайсыз әптен. Жаңағы арқаларын әптен уқалап болғаннан кейін осындай стульчикке отырамыз. Осындай стульчикке отырамыз да алдыңызға простыня төсейсіз. Май болып қалмас үшін, чтобы массаждан кейін май болып қалмас үшін простыня төсейміз и баланы жатқызамыз. Алдыңызға да, міне. Бала алдыңызға жатқан кезде баланың үстіне тоже простыня төсейміз, баланың үстіне тоже. И қолды міне былай жасаймыз. Легкий, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Керемет бір дауыс шығады бұл кезде. Қатты шығады дауыс. Бірақ балаға еш ауырсыну болмайды. Жағат наоборот. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Міне бүйтіп көрсете берейінші. Негізі баланың басы бүйтіп тұрады. Негізінде де, міне кішкене басы шығып. Кукла болғасын былай көрсете берейінші. Міне тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук.
бір минут 2 минуттай ұрып тұрасыз ғой. Әптен қызартып арқасын уқалағасын да. 1 минут 2 минуттай ұрып тұрасыз. Естеріңізде болсын, міне. Шапалақпен бүйтіп ұрып жүрмеңіз. Қызартып ашытып жүресіз арқасын. Сосын құрдың иесінің өзінен ұрмаңыз. Андай жаңа мата қойып қойыңыз. Сол кезде әдемі кетеді. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Мына бел жаққа тиіспеңіз ешқашан. Ол почкаға өте зиян болуы мүмкін. Міне өкпенің тұсынан ғой. Міне. Сосын егерде жаңа ұрып болдыңыз ғой. Қақырық келіп тұрса, өзі мына жерінде келіп, біреуде автоматически сол кезде ұрып атқан кезде шығады қақырық аузынан да. Ал біреуде келіп тұрады. Келіп тұрған кезде жаңағыдай лоқыстырып жібересіз. Келіп тұрған кезде да. Солай достар, ешқандай қиындығы жоқ.